Сәлеметсіздер ме балалар? 11 сынып жаратылыстану математикалық бағыттағы қазақ әдебиеті сабағы. Сабағымыздың тақырыбы Оралхан Бөкей қар қызы повесі. Сабағымыздың мақсаты белгілі жазушы драматург Оралхан Бөкейдің өмірі мен шығармашылық жолы туралы мағлұмат алу, қар қызы повесінің тақырыптық идеясын ұғыну. Жазушы драматург, журналист, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасы жастар сыйлығының лауреаты, Островский атындағы бүкілодақтық әдеби сыйлықтың лауреаты Оралхан Бөкей 1943 жылы 28 қыркүйекте Шығыс Қазақстан облысы Қатон-Қорағай ауданы Шыңғыстай ауылында дүниеге келген. Отбасында бір ұл Оралхан және 5 қыз Шолпан, Әймен, Ләззат, Мәншүк, Ғалия. Оралхан дүниеге келгенде сұрапыл соғыс жылдары болғандықтан әкесі еңбек майданына аттанған кез болатын. Анасы Күлия әкесі еңбек майданынан аман-есен оралсын деп ырымдап, сәбидің атын Оралхан деп қойған.